Сәлеметсіздер ме? Білім бағдарламасы курсына қатысушы шәкірттерім. Есімім Меруерт Шорақызы, Озат оқу орталығының негізін қалаушысымын. Өзімнің де орталығым бар, 3 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Сондықтан да мемлекеттен қандай бағдарламаларды қосуға болады, қандай субсидияны алуға болады зерттеп жүрген экспертпін. Сол білімдеріммен сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Білім бағдарламасы бұл мемлекет тарапынан берілетін субсидия. Даму бала арт спорт тәрізді бұл да субсидияланады. Яғни әр баланың басына мемлекет қаржы бөлетін болады. Даму балада арт спортта бұл спорт және мәдениет министрлігі болса, білім бағдарламасына білім басқармасы болмақ. Яғни біз білім басқармасының сайтына кіреміз, сол жерден конкурсты қарап күтеміз, құжаттар бөліміне өтсеңіз, конкурстың болатыны жайлы хабарландыру келеді. Хабарландыру келген кезде біз құжатымызды алып, дайын құжаттарымызды алдын ала дайындап қоямыз. Алып барып, білім басқармасына өткізетін боламыз. Енді бұл курсқа кімдер қатыса алады? Білім бағдарламасы барлық развивашкалар, ясли садтар, барлық оқу орталықтар, қосымша білім беретін барлық мекемелер бұл бағдарламаға қатыса алады. Тіптен жекеменшік мектепте, колледжде бұл бағдарламамен субсидия ала алады. Ол үшін біз құжаттарымызды жинайтын боламыз. Қандай құжаттарды өткіземіз? Бұл бағдарламаға қатысу үшін ИП, ТО, АО болуыңыз мүмкін. Соған байланысты құжаттар жасалады. Алдымен оқетіңіз, тексеріп алыңыз. Білім беруге сай келетін болса, онда ары қарай заявление тастай беруіңізге болады. Келесі, сіз өзіңіздің өтініш хатыңызды жазасыз да, конкурсқа білім бағдарламасына қатысуға арналған өтініш болады. Барлық құжаттар осы видеоның астында салынатын болады. Сол өтінішті толтырасыз. Екінші құжатыңыз бұл ТО немесе ИП-ның құжаты, яғни ИП болса окет және талон, уведомление. Сол екеуін бір PDF-ке салыңыздар, екі қағаз шығарып аласыз. Егер ТО болсаңыз, уставыңыз қажет болады, ИП болса қажет емес. Үшінші, сіздің налоговый органнан қарызыңыз жоқ деген құжат. Төртінші, договор аренды, сіз уведомление аласыз. Оны e-лиценз сайтынан аласыз, ол туралы менде төменде көрсетіледі. Қалай алуға болатыны видео нұсқаулық. Дәл солай қайталап өзіңіз алып алсаңыз болады. Келесі құжат бұл сол зданияның өрт шыққан жағдайда қалай эвакуация жасауға болатыны жайлы схемасы. Сол схеманы негізі ілулі тұрады екі жерде зданияның, соның бір экземплярын сіз осы құжаттардың ішіне саласыз. Келесі құжат бұл видеонаблюдениенің схемасы. Тоже бұл жерде организацияның басшысы бекітеді, печатьпен қол қояды. Осы құжатты ол видеонаблюдение 30 күндік жазбаны сақтай алу қажет. Келесі құжат бұл сіздің оқушыларыңыздың дәл қазіргі оқып жатқан оқушыларыңыз бар болса, шәкірттеріңіздің солардың анкетасы. 15-20 штук жеткілікті. Толтырасыз, соны қосасыз. Онан соң штаттық расписание екі түрлі вариантта. Біреуі мұғалімдердің аты жөні зарплатасы, екінші штаттық расписание по кабинетам, яғни қай кабинетте қандай сабақ өтіледі, сағат нешеде, қандай курстар. Міне осындай штаттық расписание беріледі болады. Расписание ғой. Келесі бізде сіздегі мұғалімдердің квалификациясы. Оннан бірі мұғалімдердің категориясы болуы міндетті. Барлығын емес, 10 мұғалімнің біреуінде болса да жеткілікті. Болуы керек, сертификаттары, қосымша білім алған туралы қандай құжаттары бар, соларды прилагать етсеңіздер болады. Категориясы болса, тіптен жақсы, сол құжаттарды беретін боласыз. Келесі бізде учебная программа. Сіз мысалы ағылшын тілінің курсын ашқыңыз келсе, ағылшын тілінің учебная программа, оқу бағдарламасын қосып ұсынасыз. Оқу бағдарламасының өзінің жазатын үлгісі болады, сол үлгіге сай болу керек. Үлгі ретінде сіздерге міндетті түрде астында бірнеше оқу бағдарламасы берілетін болады. Соған қарап, сізде жоқ болса, ол жерде сіздің ашқыңыз келген курсыңыз, онда соған сай етіп жазып шығасыз. Үлгі ретінде сіздерге міндетті түрде астында бірнеше оқу бағдарламасы берілетін болады. Соған қарап, сізде жоқ болса, ол жерде сіздің ашқыңыз келген курсыңыз, онда соған сай етіп жазып шығасыз. Келесі құжат бізде, бәрін айтқан сияқтымын да.
қандай құжаттың тізімі бар, отдельно тағы да список беріледі, инструкция салынады сіздерге. Міндетті түрде сол инструкция как шпаргалка ретінде болмақ сіздерге, соны қарап, сол бойынша жасап шығыңыздар. Осы құжаттардың барлығын жинағаннан кейін сіз аласыз дағы құжаттардың барлығын тігесіз. Тек қана заявление емес, заявление бөлек тұрады бетінде. Қалған құжаттың барлығын тігесіздер, прошнуровано деп жазып, печать басып, сол күнді жазып қол қойып, заявлениемен бірге, заявление 2 экземплярда, біреуі сізге қалады, біреуі сол жаққа өтеді, управление образованияға апарып өткізесіз. Конкурс басталды дегенді естіген кезде. Түсінікті ма? Сонан соң нәтижесін күтеміз. 1 айдың ішінде протокол шығатын болады, ол сайтқа жарияланады. Кім өтті, кім өтпеді. Осы аралықта сізге міндетті түрде проверка келеді. Проверка келгенде сіз қазір құжаттарды дайындадыңыз ғой, дәл осы құжаттарды сізден келіп тексеретін болады. Зданияңызда, да, ол жердегі видеонаблюдениені, пожаркаға жаңа қалай шығады, да, эксплуатация болатын кезде, сол схемаңыз тұрма жоқ па, потом мұғалімдеріңіз бар ма, нақты сабақ беріліп жатыр ма, қандай бағдарламаға сай өтіліп жатыр ма, қанша бала бар, да, осындай енді келіп сізде бір проверка жасайтын болады. Егер сіз сай болса барлығына, ол жерде бәрі опрятный, барлығы киінген, әдемі, жарық, таза жер болуы міндетті. Зданияның ішінде туалет болу керек, жылы су болу керек, балаға барлық жағдай жасалып тұру керек, қысқаша айтқанда. Міне сол кезде сіз одобрение алуыңызда көбірек мүмкіндік туады. Бірақ одан қорқпаңыздар, ана требованияның барлығын орындайтын болсаңыздар, міндетті түрде сізде одобрение болады. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Төменде сіздерге нақты қандай құжаттар қажет, барлығының образецтері сіздерге берілетін болады.